Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз Беларусь жайлы видеомызды бастайтын боламыз. Арнамызға жазылып, қоңырау түймешесін басып кетіңіз. Айтпақшыдай бізді 83% адам тіркелмей көреді екен. Бұл не деген сұмдық десеңші? Арнамызға тіркеліп, қолдап отырыңыз. Алдарыңызда тұрған әрине Эдвард Ньюгейт. Дәл осы кезде Шанкстың адамы келіп Беларуспен сөйлесіп жатқандығын көруімізге болады. Дәл сол сәттен бастап қарайтын болсақ, ең сильнейший человекпен кездестік. Дәл осы уақыттан бастап One Piece'тің авторы оданың жасағанына сюжетпен байланысты екендігін көруімізге болады әрине. Себебі оның ең мықты күшін басынан ақ ашып тастамайтындығы белгілі. Сіздер мынаған қатты мән берсеңіздер, себебі Эдвард Ньюгейт Маринфордтағы кезінен гөрі жас кезінде ең мықты титул алған деседі. Яғни бұл дегеніміз король пиратовтың уровенінде бұл адам. Бұның да өзінің айтарлықтай мықты фруктысы бар, ал бұл жайлы кейінірек қозғай жатармыз. Ал Маринфордқа келдік, Маринфордты көрдік, Беларустың қаншалықты мықты адам екендігін көрдік. Барлығында басына бастайтын болсақ, Беларусь осыншалықты удармен Маринфордты қалай ғана жоқ қылды. Оның осыншалықты ауру бар емес пе деген ойларыңызда бар шығар әрине. Ал ең маңыздысына қарай келетін болсақ, Гарп неліктен Беларусьқа атака жасамады деген ойларыңызға да келген жоқ па? Себебі Гарптың да өзі Беларусьтан сескенетіндігі белгілі. Сескенбей қайтсын, Гарп та біледі, өйткені оның капитаны Роксы Дейшебек анау-мынау адамдардың бірі емес. Ал мына жерге мән беретін болсақ, Шанкстың көзіндегі шырамды да көріп тұрған боларсыздар. Оны әрине кім қалдырғаны да белгілі. Әрине Тич деп айтып жатыр, бұл бірақта нақты ақпарат емес. Беларусь қорықпайтын күшті және ерік-жігерлі күшті еңколардың бірі. Ол лайықты және де адамгершілікті болып қала отырып, әлемдегі ең күшті адамдардың бірі атанды. Ол балаларды жақсы көретін, шын мәнінде өз балалары деп санайтын, өз ұжымының мүшелері, сатқындықты кешірмейтін және ешкімнің көңілін қалдырмайтын өте ақ көңіл жан еді. Беларусь әрине ақ көңіл жан екендігін барлығымыз да жақсы білеміз. Бірақ та өзінің командасына кім болса соны тірі жанды да, өлі жанды да ала берген бе, мен түсінбедім. Менің айтпағым, Беларусь өзінің командасына адамдарды мықтырақ жағынан емес, түріне қарап па, либо жан ашғаннан кейін ба ала салған сияқты. Себебі командасында анау айтқандай мықты адамдар да жоқ. Ары кетсе Марко, Виста, Изо солар ғана бар. Ал сіз өз ойыңызды айта кетсеңіз, Беларусь осыншалықты қалай мықты болды деп ойлайсыз? Маринфордты аяқтағаннан кейін Беларусьтың кәрі кезіндегі күшін көрдік. Кәрі кезіндегі күшінің өзі осыншалықты адам таңғаларлық болғандықтан жас кезіндегі күшін елестете де алмаймын. Себебі осыншалықты мықты адамды жалғыз өздері, яғни барлығы келіп жеңе алмады. Бұл қалай сонда? Дозорныйлар екі есе слабый ма бұл? Обычный адамнан. Мен айтқым келгені бұл қарапайым адам, бірақ та физикалық, ойлау қабілеті, фруктыны дұрыс қолдану жағы барлығы да мықтырақ. Әрине біз барлығымызда білеміз, Беларусь өте әлсіз болды Маринфордта. Бірақ та мына жеріндегі Оденмен шайқасқан кезіндегі видеоны барлығымызда жақсы білеміз. Дәл мына жеріне қарайтын болсақ, Беларусь өте шапшаң және де өте жылдам қимылдайтындығы көрініп тұр. Осыншалықты мықты адам қалайша One Piece'тің авторы унижать етіп тастады деген менің өзімде өте үлкен сұрақтардың бірі бар. Оден мен жас Беларусь шайқасып жатқан кезінде Беларусь барлығында түсініп қойды. Себебі Оденді өзінің командасынан кетіру керектігін түсінді. Және де Марко мен Виссаларға айтқан кезінде барлықтарына кетуді бұйырды. Себебі Оден мен шайқас кәдімгі обычный болмайтындығын айтып кетті. Онымен келісімге келу қиын болды. Беларусь әрқашан өзінің қарақшыларының мүддесін қорғады. Капитан қымбат сусындарды жақсы көретін, бірақ та оған пара беру, яғни ақша беру мүмкін емес еді. Ол өте қайсар, өте мықты адамдардың бірі еді. Оның қаруы бесенте болды. Гура-гура номи, яғни фруктысының аты гура-гура номи, күшті соққы толқындарын жасауға мүмкіндік береді. Бұл толқындар аралдарды екіге бөліп, цунами мен жер сілкіністерін тудыруы мүмкін, тіпті одан да жаман. Ал келетін болсақ, Роджер мен Беларуськтың да өздерінің ерекше күштері бар еді. Екеуінің де айырмашылығы сода.
Роджер тек қана королевский воля және де қылышты ғана қолданса, ал Белоустың айырмашылығы фрукты мен қылышты қолдануында, және екеуінің де тактикасы екі бөлек. Маринфордқа қарай қайтадан оралатын болсақ, Белоус алдағы уақытта барлығында шайқайтындығын барлығы да түсінді. Сол себепті де 3 адмирал, 7 шичибукайлар, 2 вице-адмиралдар Сенгоку мен Гарпты да шақырған еді. Бірақ та Сенгоку главный командующий болғанына қарамастан атака жасауына мәжбүр болды, әрине. Дәл осы жерде Луфидің жасы бар болғаны 17-де екенін барлығымыз білеміз. Королевский воляны қолданып Сенгокуды таңғалдырды. Осыдан кейін оның бағасы 2 есе өскендігін барлығымыз да жақсы білеміз. Дәл мына суретте Белоусқа Эйс атака жасамақшы болды, бірақ та Эйсті қайтарып жіберді. Бұл дегеніміз сонда Белоус ұйықтап жатса да, оны волясы құтқарып тұрады ма сонда? Іштен шыққан жау жаман демекші, Белоустың да командасында сатқындар 200-ді адамдардың бар екендігі көрініп тұр. Мына суреттен кейін Белоус бұны қалай ғана кешірді екен түкте түсінбедім. Белоустың бір ұстанымы бар секілді. Таспен ұрғанды, аспен ұр дегенді ұстанады ғой бұл. Егер де Кайдоға дәл осылай жасайтын болсаң, тірі кезіңде кетіп қалатындығың белгілі. Дәл осы фотода Белоусты қатты аяп кеткен едім. Өлсе де өзінің өте сильнейший человек екендігін, яғни мықты адам екендігін дәлелдеп кетті. Маринфорд шайқасы сондай-ақ Белоус шайқасы деп те аталады. Қарақшылардың бүкіл дәуіріндегі қарақшылар мен теңізшілер арасындағы ең үлкен шайқас және тарихтағы ең үлкен шайқастардың бірі. Соғыстың аяқталуы, жаңа дәуірдің басталуы болды. Белоус өзінің әскерінен басқа Мугивара Луфи өзінің ағасы болып кеткен Эйсті да құтқарғысы келді. Ол Имплдаунда өте үлкен тәртіпсіздік ұйымдастырып, пікірлес адамдар командасын жинады. Крокодайл мен Джимбейді, 3-ші Мистер, Багги Мистер, және де Иванков Иназума, содан кейін барып қана Маринфордқа келді. Сондай-ақ Эйс өлім жазасынан кесілгенге дейін шайқасқа қатыспаған барлық Маринфорд азаматтар қаладан эвакуацияланып, оны шайқасқа дайындала алатын теңіз жаяу әскерлері ғана қалды. Бас қолбасшысы Сенгоку Эйстің Голд Ди Роджердің ұлы екенін, сондықтан қоғамға үлкен қауіп төндіретін, соның салдарынан ол өлім жазасынан кесілуі керек екендігін айтты. Бұған шыдамаған Белоустың командасы әлбетте Маринфордқа аттанды. Белоустың шабуылы қабырғаға бұза алмағаннан соң, Луфи Джимбейден оны суға ағынымен лақтыруды сұрады. Қабырғаның үстінен ұшып бара жатып ол Эйске жету үшін 3 адмиралға шабуыл жасайды, бірақ оны Кизару тоқтатады. Осыдан кейін Тичтің командасы ұрыс алаңында пайда болады. Тич өзі Белоуспен қысқа ғана төбелеске түседі. Алдымен Белоус оны жеңеді, бірақ та оның жаралары осы сәтте пайдаланып, Тичтің командасы пайдаланып оған атака жасайды. Бүкіл командаға оны аяқтауды бұйырды. Командамен бірге олар Белоусқа көптеген жаралар салды, бірақ ол қайтыс болғанға дейін вампистің бар екендігін айтып кетті. Осыдан кейін жерге құламайда қайтыс болды. Міне нағыз азамат. Маринфорд шайқасының бірінші шайқасы Эдвард Ньюгейт өзінің дьявольский фруктысын қолданып, Маринфордты суға батыруға әрекеттенген кезде, әлбетте Аокидзи кедергі жасайды. Кедергі жасамай қайтсын. Енді өзінің жұмысын атқарып жатыр. Кайшин көмегімен теңіздегі жер сілкінісін жасайды және осылайша Маринфордқа 2 үлкен цунамиді жақындатпақшы болады. Жақындап келе жатқан үлкен толқындарды көрген Аокидзи өз орнынан секіреді және оның дьявольский фруктысын қолданып Маринфордты мұздармен жабдықтайды. Осылайша Маринфордтың судың астында қалуына жол берген жоқ. Акайно жерге құлады, ол одан бетер жараланды. Осы кезде ол әрине Белоусты мазақтайды, бірақ күресті жалғастыра алмай жердің астына қарай құлады. Содан кейін Белоус шабуылы жерді және жалпы штабты жойып қана қоймай, Маринфордтың ортасында үлкен шұңқыр тудырып, оны одақтастары мен Накамадан ажыратқаны байқалады. Әрине Маринфордтың шабуылы, яғни соғыс тоқтауға жақын. Осыдан кейін Тичтің командасы Белоустың денесінен қандай да бір көрпемен жауып тастайды. Ал Тич өзінің денесіне барып бірдеңе жасайды. Көрпе алынып тасталса да көзбен ештеңе өзгерген жоқ. Бірақ Тич кенеттен өзінің алғашқы жемісінің күшін пайдаланды, яғни Белоустың күшін. Содан кейін барлығы таң қалдырып, ол қазір 2 дьявольский фруктың егесі екендігі белгілі болды. Ақсақал еленген жемістің күшін пайдаланады. Соққысымен ол Аокидзи мұздарын бұзады және Сабоади архипелагын баратын цунамиді тудырады. Маринфордтың тас талқанын шығарады.
Белаус осынша жарадан кейін, осынша шайқас, осынша азаптардан кейін өлетіндігі белгілі болды. Командасына шегінуді бұйырды. Өлерден алдын вамписті айтып кеткеннен кейін барлық дозорнилар алдағы уақытта пираттардың эрасы басталатындығы белгілі болды. Содан кейін Сенгоку оған айқайлап, Белаусты сілімтік деп айтты. Әлбетте Сенгокуды да түсінуге болады. Өздері пираттарды тоқтата алмай жатқан кезде, мына жақта Белаус одан самайын пираттар эрасын күшейте берді. Бірақ та ойланып қарасаңыз, Тичті ешқандай да физикалық күш жоқ. Белаусқа фруктсын басқару үшін өте мықты физика және де ең мықты алапат күштер керек. Тич оны қалай ғана басқарды екен, ода ешқандай да физикалық күш, ешқандай да дайындық болмаса, Маринфордты қалай ғана бір удармен тас талқанын шығарды. Түкте түсініксіз Тичтің қалай фрукты жегені жайлы. Әлбетте, сильнейший человек болып қала беретін біздің жүрегімізде Белаус жайлы видеомыздың да аяғына қарай келіп қалдық. Ал келесі видео кім жайлы болсын, арнамызға жазылып, қоңырауша түймешесін басып кеттіңіз. Сіздермен бүгін болған мен Микопис, келесіде кездескенше.